Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler. Fevralning 14-i Milli teлеканалында хаберлер информацион программасы тақдим етілем. Студияда мен Альмия Кайбулаева çalışam. Пешімдікі саатқа бөле малюмат. 96 яшлы Шавкая Шамшидинова devamlı omur geçirmekning sırlarını açam. Azbara çıkayım, çiçekleri bakayım, gülleri bakayım. Kırım Tatar futbol takımı Nevbeteki oyununu geçirdi. Sayın nasıl? Oyuncularımız yaxşı oyun көрсеттілер, бегендік, yaxşı чапқалап өзіні көрсетелер. Украинада Ленур Ислямовны не революционер деп адладылар. Белая Эка қасабасының балалары якын вақытта бала бақчасына қатынайжақлар. Шымды бұл жерде құрылжылық ішлер девам етмекте. У нас проблема серьезная с детскими садами в городе. Вы знаете, 14 тысяч мест, хотя мы построили в прошлом году 5 модульных садов, в этом году планируется около 15. Кырым Жумхурiyet yolbaşçısı Сергей Аксенов Ватан Седасы адлы бірінші Жемет Кырым Татар радиосы yayınlап башлағаны мунасибет иле Кырым сакинлеріне мурачат етті. Сергей Аксенов Кырым Татар радиосы ачылвыны Жумхуриетіміздің ичтимаи саяси ве медени яшайшында муим вақият деп адлады. Кырым башы Ватан Седасының ишы Кырымдаки сөзлер сербестлігіні девам еттірежек, милли медениетінің инкишафына силтем бережек деп, ярмадада стабиллік ве милитлер ара муабетлік пектілігіне исте қошажағақта умынтыны білдірді. Ватан Седасы адлы радио февральның 6-сында FM диапазонда 99,5 мегагерц далғада яйынла башлады. Малия Жумхурiyet бюджетінден айрыла. Радио Кырым татар медениетіні ве тіліні сақлап қалмақны мақсат қоя. Ватан Седасы геже күндіз çalışа. Бархатистый человек и далеко не революционер Кырым Камачавның тешкилячысыны Ленур Ислямовны Украинаның Херсон вилаетіндегі ішкі ішлер назирлік идаресінің сабық yolbaşçısı Илья Кива ве уна унса тешкилятның сабық yolbaşçısı боевик Дмитрий Корчинский тамам бойле адлайлар. Олар Кырымның Камачав иштиракчилерінен бераберлікте Херсон вилаетінде Украина силалы куветлері иле кечірілген геже зиддеттіні тасвир еткен тетқиғи видео чықардылар. Бүгін батальон деп адланған күч ақиқат исе қанусыз олмаған Силялы Шекеленов эвелкі кібі қорқыншылы ве ватанпервер кібі көрінмей. Да бір ел эвелсі Ислямов оны тамам бөйле тақдим етеді. Жанкой гече етіп бармақ шиарлар ве қорқызывлар еріне бүгінки қырсызықлар вері екет. Видеоның муилифлері Кырым Камачевының тешкилячысы Ленур Ислямовның ақиқи юзыны ачтылар. О не инқилапчы, не де арби, ондан тек пара қоқысы келе. Начиналось, появился Ленур Ислямов, ну вы понимаете как, вот когда ты привык уже к жестким лицам, знаете как, к грубым формам, появляется бархатистый человек, который, знаете как, по ощущениям далеко не революционер, далеко не военный, вот, а попахивает от него привкусом денег. Вот. И тогда уже закрались сомнения в патриотически настроях этого гражданина России. Кеченлері Чангарда Украинаның силялы куветлері Украина хавсызлық қызметі еле бераберлікті Ленур Ислямов тарафындан тешкіл етілген қанунсыз Шекеленовны жоқ еттілер. Бұл ерде қанунсыз силя тапылды. Ознев бетінде Шекеленов іштірекшілерінде Русия паспортлары тапылды. Киева ве Корчинскийның суаллері доға. Бұл қадар арби едекні сақламақ неге керек ажыба. Қанунсыз силялы Шекеленовынды аскерлерінің сайысы пек азды. Тот инцидент, который произошел, и то количество оружия, которое было выявлено, с какой целью оно у них находилось, что преследовали они, какие должны были дальнейшие быть действия, то ли же запугивание местных бизнесменов и фермеров, что было и есть. Видео муилифлері қайтетелер ке бүгінгі күнде бұл Шекеленовның фаалеті Херсон вилаетінде қалабалық яратмақтыр. Бұл да Украина акиметінің разылығы иле. Да Азияде легализациядан сон Шекеленов үшін бойле шейлер қанунға уйғын олмасы мүмкін. Именно ислямовское бандформирование, которое пытаются выставить нам как героических крымско-татарских защитников или же революционеров, это всего лишь навсего выдаваемое желаемое за действительное. На самом деле, это бандформирование, которое занимается на протяжении уже 2 лет рэкетом,
на территории Херсонской области. И вот я говорю и отвечаю за каждое свое сказанное слово. Канунсыз шекеленуінде бір талай силя тапылды. Америка тефюгден башлап, танкка каршы реактив гранаталарга барган же. Илья Кива кабер эткеніне көре силя тапылмасы делили бойынша жинайы иш ачылды. Бүгін Ахмежетте Девлет Милетлер ара комитетінде идари ара ішбірлік черчевесінде федераль мақсади программа объектлері бойынша топлашу олып кечті. Бүгінгі күнде 10 объектте құрылжылық монтаж ішлер өткерлі. Қалған 28 бұл елі башланы жағы планлаштырыла. Объектлерінің құрылжылығы Русия Федерация президентінің сұргун олынған гражданларының реабилитация ақта емірі черчевесінде өткерлі. Девлет экспертизаның кечерілігі вемескен ичтимаи эмиет құрыжылық ішлерінің башлануы күн мевзусына чықарылды. Оның черчевесінде келгенлерге иш девам еткен объекттер ақта видео нумайыш еттілер. Бұл Қырым татарлар топлу яшаған ерлерде балабақчалар, мектеплер ве Қырым Муэндислик университетінде генчлер полиэтник медениетінің меркезі. Сегодня есть некоторые вопросы у нас относительно, скажем, строительства школы в Бахчисарае. Есть аналогичные проблемные вопросы относительно объектов в городе Евпатории, часть в Симферополе. Но сегодня здесь были представители муниципальных образований, то есть достигнуто определенное соглашение. Я думаю, что эти обременения будут сняты и работы будут продолжаться уже дальше в штатном режиме. Bundan gayrı toplашуның iştirakçileri başka ичтимаи мескен объектлерінің құрылжылығыны да музакере еттілер. Mesela Gençler Polietnik Medeniyet Merkezi'nin құрылжылығы ile оғрашқан құрыжы Эмде Бахчисарай районында ерлешкен Сүрен адлы мемориал комплексны құра. Шымдыки заман жаминын векілсенің фундаменті қойылды. Якын заманда диварларының құрылжылығы бекленілі. Мемориет ве музей биналарының құрылжылығы график бойынша кетмекте. Шымды біз 0 дәрежесіне чықтық. Топлашывда беледие тәшкілатларының капиталь құрыжылық хизметінің федераль мақсади программа бойынша идаре этюф мудирлігінің генераль құрыжылықның векелері бұлындылар. Ишлер роман-аман график бойынша кетмекте. Кемер объект бойынша бірікі кайдылар бар. Умумен хатсевет етмек үшін себеп йоқ. Құрыжылық монтаж ишлері график бойынша башланacak. Бюджет малиелерінің құлануы ачық айдын олсын деп Русия Федерациясы президентінің эміріне бинайын Қырымда қабаржылыққа қаршы комитетінің векілі да бұлынды. Бұл федераль мақсади программа амелге кечерілівде қабаржылықны йоқ еттер. Обсудили проблемные вопросы, они, конечно же, есть. Находим пути решения. Некоторые вопросы принимаем сразу здесь. Часть из них, конечно, требует пошагового решения, но, в принципе, понимание есть. Здесь сегодня представители муниципальных образований, службы капитального строительства, подрядные организации, проектные организации и так далее, экспертиза. Поэтому, конечно, вот те вопросы, которые обсуждаются, я думаю, что имеют перспективу своего решения. Хатırlatamыз ки кечкенсене 10 объектте құрылжылық монтаж ішлері башланды. Бұл елі есе да 28 объект тікле башламаға планаштыралар. Заур Смирнов қайдетті. Азырлық ішлер февральның 20-не же екіленмек кереклер. Айша Шлакова, Эдем Исмаилов, Милет Ичун. Пайтақтымыздың мерkezінде 260 ерлі балабақчасының құрылығы башланды. Бина Белая Эка қасабасында Хаджи Герай соқағында ерлешіжек. Құрылып ішлері енді башланды. Мутехасыслар ишандыралар, объект план бойынша құрылы бітежек. Тәфсилатлы Сабрия Халиляеваның левхасында. Белая-2 – это один из тех микрорайонов Симферополя, который остро нуждается в улучшении инфраструктуры. Здесь проживает более 300 семей крымских татар. В школу дети ходят в Каменку. Родители признаются, очень не хватает детского сада. Ведь возить маленьких детей в другие микрорайоны неудобно, особенно в зимнее время. Открытие нового дошкольного учреждения местные жители ждут с нетерпением. Я сам и, в общем-то, наши односельчане, жители этого микрорайона, мы очень рады, что вот такая вот ситуация. Очень радостно, что строится детский сад, и наши дети, впоследствии внуки, будут иметь возможность беспрепятственно и без особых трудностей посещать детский сад. Знаю даже, потому что столько детей в округе. Это ж не только вот этот наш поселок будет сюда ходить, понимаете? Это ж оттуда, потому что в той стране тоже нету садиков. Это ж и оттуда, может быть, дети сюда будут приходить. Я не знаю, что сказать. Было бы хорошо, если бы его построили. Что больше сказать, даже нечего, честно. Строительство детского сада осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2020 года. Мы находимся на одном из объектов
строительство по программе федерального целевого развития Республики Крым на территории города Симферополя. Это район Белая 2. Здесь будет строиться детский сад на 260 мест, достаточно серьезный. У нас проблема серьезная с детскими садами в городе. Вы знаете, 14 тысяч мест. Хотя мы построили в прошлом году 5 модульных садов, в этом году планируется около 15. Все равно этого мало. Естественно, люди ждут и ожидают от нас много. По ФЦП у нас 11 детских садов строительства, вот первый начат. Я думаю, что это очень хорошо, поэтому мы будем следить за этим. Шевкет Калиев живет недалеко от строящегося детского сада. Считает, что открытие дошкольного учреждения – это не только подмога для родителей, но и новые рабочие места. Что-то у меня внуки маленькие. Вот старшая внучка ходит на Бородина в школу, внук ходит аж на Арабатскую в садик. Это нам далеко и неудобно. Было бы удобно, если бы быстрее закончили вот этот садик. Мы бы были рады этому очень. И вот мой младший внук, я думаю, он попадет в этот садик. И мы будем очень и очень довольны тем, что здесь будет построен садик. И мой внук попадет именно вот в этот садик. Заместитель генерального директора компании-подрядчика Эллада Бахашова заверила главу администрации города, что детское дошкольное учреждение будет сдано в эксплуатацию уже в декабре 2017 года. На данной местности будет построен детский сад на 260 мест. По графику детский сад будет сдан в эксплуатацию 15 декабря 2017 года. Проектная документация получена в полном объеме, финансирование со стороны заказчика республики есть, ничего не мешает работать и идти в графике. Также председатель подрядной организации добавила, что детский сад будет состоять из 3 корпусов, предназначен для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые комплектуются в 14 группах. Ясельная, младшая группа, средняя, старшая и подготовительная. Длительность пребывания детей в детском саду будет составлять 10 часов в день при 5-дневной рабочей неделе. Общая площадь здания составит почти 6 тысяч квадратных метров. Сабреха Лиляева, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Туневан ақшам Ахмежидемир ел вокзалының территориясы янында анбар иншаатларда алев туташты. Янгын металлопластик пенжерелер истесал эткен цехлерде юз берді. Қырымның февкуледе вазиет назирлігінің хадимлері туташувны бутунлей сондырмек үшін тахминен 3 саат даврандылар. Янгын сондыруынде 58 инсан ве 17 техника нұсқасы ішке қошылды. Сақ районның Зерновой көйінде 90 яшлы Талят Көбединов ағыр шарайтте яшай. 30 ел девамында ватан топрағында қорантасы или омур ете. Амашымдықы вақытқа же оз евіні ресмилештіріп оламай. Бұ себеп башқа меселелеріні ярата. Бұ вазиетні бізі мұхберма Султания Истакаева алетмеге тұрышты. Талят Көбединов 1927 сенесі Бақчисарай районының Янжи көйінде доғды. О женг иштиракчысы. Сүргінлік еллары Талят Көбединов Андижан вилаетінің Шахрихан көйіне түші. Анда оның яшлығы кече. 49 ел Өзбекистанда чалышты. Ама бұ деверде ватанға қайтмаға арзу етейді. Ана Шахрихан көйінде о чалышты. О 44 ел чалышты, бір күн выходнойсыз. Епсі ішлеген рабочилер айта еділер. Даже 5 даха перекур не давал деп айталар. 1989 сенесі айлесі еле Қырымға көчіп келе. Шымды 90 яшлы Талят Көбединов кичік оғлы векелінінен Сақ районының Зерновой көйінде яшай. Бүгінгі күнде Талят Қарбаба өзі еріп оламай. Оғлы векеліні дайма янында олып, оны бақалар. Бұл евде 28 ел өмір кечірген сон бөле метелелерге рас келділер. Олар осевлеріні ресмилештіріп оламайлар. Ана 28 елдан берлі чапқалаймыз, чаресін тапамайық. 3 елдан берлі Россияға кечкен сон пек чоқ ярдым еттілер бізім Аксионовлар, Заур Смирновлар, Руслан Белбек, біз пек чоқ телевизор мелінетіні ер вақыт бақамыз, пек хуанамыз, бізім ветанташларына пек ярдым етелер. Но біз да чықып барып бір помощь сорап оламаймыз. Потому что бабамыз 2-3 жылдан берлі аяқтан кесілді. Оның янына отырып, мен ашын пішіріп керлерін юам, ақайымда бабасын бақа. Шымды Зерновой көйінде газ кечіріп башладылар. Эльвира Көбединова евні ресмилештіріп етіштірмеге үміт ете. Аксалда айле газсыз қалажақ. Ярын бір күн біз башладылар, қазмаға көйімізде газ келечек. Бізге егер документіміз олмаса, бізге газ бермейчеклер. Бұл қарт, Алла білей, на қадар ята жақма, Алла өмірін версін, яшасын. Біз ятқынша біз бабамыз о, біздің бойынымыздың боржы, біз оны бақамыз. Но
газсыз бек қиын olacak бізге. Бу вазиетні аңламақ үшін біз ерлік кой шурасына мұрajat еттік. Кой шурасының рейсі Нина Карасева бу меселенен таныш екен. О қайдетті ки керекли весиқаларыны қысқа мүддетте ресмелештірмек үшін тырышмақ керек. Мана мұрajat еткен әрбір сәкинге толу дәрежеде малюмат берем. Мұтлаға бу айлеге керекли хожалық китабындан выписка бережем. Бу весиха гражданлар бу evде не вақыттан берлі яшағаныны таздықлай. Шымды Талят Кубединовның айлесі озының кичик евчігіні ресмелештірмек үшін ярдым беклейлер. Бұндан ғайры Талят Қарбаба яқын вақытта оның евінде газ ұлажаға ақында арзу ете. Султани Еситакаева, Умир Мустафаев, Миллет үшін. Контракт услубынде Русия Федерация гражданлар или арби қысымларының тешкіл олынмасы ичтимai қорчалыну ве арби қызметчілерінің девлет тарафындан рағбетлендірілмесі бұве дегер суаллер бүгін Ақмежетте олып кешкен матбуат конференцияда музакире етілді. Спикерлер айтқанына көре бұ сененің бар мевсімінде 2000-ге қадар Қырым сакины ордуға чағырылажақ. Хабер етілгеніне көре контракт услубынде қызмет еткенлер мескен ве ашайт мақсуатларнен толу шекілде темин етілген. Айлесі олған арби қызметшілерге есе ятақханелерде одалар айрыла, геншлерге есе казармада ер беріле. Бұндан ғайры Қырым арби комиссары Анатолий Малолетка хабер етті ки, тахминен 200 ярымада сакины Русияның диге регионларының арби бөліклеріне йоланынжақ. Бұл кереклі зенатны огренмек үшін епылажақ. Мне, как военному комиссару, очень важно, чтобы часть граждан служила на материке, освоила те специальности, которых нет у наших воинских частей. Это так называемый мобилизационный резерв в будущем. Человек 150-200, которые мы отправим в учебное подразделение для того, чтобы получить, так сказать, обучить тем дефицитным специальностям, которых у нас нет на территории Республики Крым. Сақ шайырында яңы клуб açıldı. Анда яш фаал инсанлар ош шахси чизгілеріне инкишаф ете білежеклер. Клуб инициатива яни тешебюз деп адланылды. Бұл сөз латын тілінден бірінші адым яңы ішлер башлануы демектір. Оның тешкелетчілері оларақ яшлар үшін egленже ве спорт меркезі әмді вместе адлы жемат әрекеті чықтылар. Клуб açылуында біздің телевизион тақымыз да болынды. Инсанны инкишаф етмек үшін доғыртылған мастер-класслар, семинарлар, тренинглер, бемаса ойынлары. Әрбір яны дерсте клуб іштиракчилері яны мерақлы тәдбірлер кечірежеклер. Бұндан ғайры бұйыклерге юссуаль адлы лейға черчевесінде Қырымның уақфақетлі инсанлары или көршівлер тешкіл олынacak. И такие клубы, где спокойно выражаются и свободно мысли нашей молодежи, их желания, их потребности, мы должны, более взрослое поколение, знать об этом. Чтобы не идти в темную и думать, что это правильно. Надо послушать молодежь. После обсуждения любой проблемы, которая в молодежной среде состоится, надо делать выводы взрослым. Нужна инициативная, активная, желающая что-то изменить в лучшую сторону молодежь. И мы уже, когда анонсировали это мероприятие, видели, насколько действительно пользуется спросом эта идея, этот проект, он интересен молодежи. И молодежь так откликается и активно включается в работу этого клуба. Клуб тешкилатчыларыны ачылу вілі хайырламақ үшін мұсафирлер келділер. Инкишаф тешкилатын рейсі Ескендер Белялов қайдетті ки, бөлі лейхаларын ачылуы генчлерін инкишафына доғырылтыла. Бұл инициатива клубта яшлар жиячаклар, яңы өзінің фикірлерін, неден кележеген, оле şeyler бұл Алла қысмет etse бұл клубта айтылacak біздің яшларымызға. Мен білесем, бұл клубын кележегі бек büyük. Вместе атлы жемаат әрекеті енді бір елдан зиеде çalışа. Якын вақытта бұл жемаат әрекеті әмді яшлар үшін Eglenje ve спорт меркезі шер мемуриетінен илеріде işbirlik акта анлашма имзаладылар. Вместе тешкілятның рейсі Сергей Каципов бұл клубны яратылуы ғайесі чоқтан пейді олған акта, амма ғайе тек бұл сене өмірге кечірілген акта тариф етті. Молодежь может реализовать себя, чему-то научиться, развиваться, ну и просто проводить хорошо время. Поэтому я верю, что у этого клуба большое будущее, и много молодежи здесь, они найдут себя, они смогут развивать в себе какие-то качества.
Вот, поэтому хотел поблагодарить администрацию города за то, что откликнулись, пошли навстречу. Вот совместно с ними вот родился у нас вот такой замечательный проект. Сақ шерінің әрбір сакины инициатива клубының иштиракчысы ола біле. 14 яшындан 35 яшына қадар яшлар клуб азасы олмақ ақта білдірмек керек. Sonra клубда яратылған тәшәббүс шурасы оларны бақып чықачаклар. Бу жұма ертесі күні бірінші топлашып өткерілежек. Гүлнара Кримова, Ибраим Ганиев, Милет үшін. Uzun omur keçirmek ve tendüristlikni joy mamak üçün ne yapmalı? Bu sualge cevapны еді Кую районының Көрпек ойының Сакина Шевкие Шамшидинова біле. Bir aydan son kartana 96 yaşını dolduracak. Buna bakmadan o pek faal. Devamlı omur geçirgen kartananın evinde musafirlikte bizim muhbirimiz Safiye Şukurova bulundu. Апрельнің üçünde Шевкие Шамшидинова 96 yaşını dolduracak. O Ялтаға yakın yerleşken Kızıltaş köyünde yüzümcülükten oğraşkan Şamşidin Bey ve Zeynep Hanım'ın ailesinde dünyaya geldi. 5 baladan Şevkiye en kencesi edi. Mektepte okuğan vakitini hartana eveslikten hatırlay. O 10 sınıf bitirdi ve 90 yıl geçken son Şevkiye hartana 1. sınıfta ezberlengen şiirini hala da hatırlay. Bizim bize bir mışık var. Gözlükleri otta yanar, kışta ocak başlar. Yazda direkt TV arar. Şayına baksan o tembeldir sifahanda. Pek nazlı olur, yaltaklanıp mırlanır. 23 yaşını doldurgan Şevkiye'nin hasevetsiz yaşlığı bitti. Bunun sebebi 1944 senesi Mayıs 18 günü yüz bergen facia oldu. Ailesiyle beraber o Orta Asya'ya sürgün etildi. O dehşetli vakayalarını Şevkiye hartına koz yaşsız hatırlap olamay. 44 senesi visat etkende 7 can çıktık. Onu yaşadık ve kavata. Son evlere koştuk, Zemlenkalara yaşadık. Zemlenkalar yaşadık. Babam Zemlenka öldü, anam Zemlenka öldü. 10 günde. Kelini Zarema Hanım aytkanına göre çok yıllar devamında yerlamagan hartana bizler için türkü icra etti. Neler şuma şuma, neler de geldi başıma. Dareler şuma şuma, neler de geldi başıma. Şevkiye hartana ayta ki o öz vatanında yaşap tek yaxşı vakayalarını hatırlamağa istey. Onun sebatı ve emekseverliği ile balaları ve torunları gururlanalar ve örnek alalar. Şimdi sevimli ana ve hartana Kenci Rustem oğlanın ailesinin Yedi-Kuyu rayonunun Körpek köyünde yaşay. Uzun ömür yaşamakını sırrını hartana harekette ve yakınlarının sevgisinde görüyor. Azbara çıkayım, çiçekleri bakayım, gülleri bakayım. Bunlar açılanıyla. Ne ben yapayım gene? Otursam kızıdan olur. Yavaş yavaş aydanayım balam. Agorot yok. O çiçekleri bakayım. Çok yaşamak için ne yapmak gerek? Hareket etmek gerek. Aylanmak gerek, dolanmak gerek. Bu işin üstüne ayaklarım da ağrıyor. Çok aylanmadan hatırlayayım yok işte. Her adamın bir arzusu var iken, конечно. Pek hevesleri kendi köyüne varıp oturmaya olmadı. 89 senesi gelgende bir yere propiska olmagan son bunda kaldık. Öyle de bunda oturuyoruz. Anam 96 yaşına gelgende salgı Allah'a şükür yaxşı. Az bara çıksa çiçeklerini bakay, güllerini suvarı. Biz hayli olmasak da korkayıq, все равно bizi dinlemeyip öz işini yapay. Bugün Şevkiye hartana 4 balanın anası, 18 torunun ve 26 torunun hartanası ola. Onların ömürü baktlı olması için daima dua okuy. Bizim televizyon takımımız Şevkiye hartanaga havi sağlık ve uzun ömür tiley. Safiye Şukurova, Akim Bekirov, Millet için. Kızıltaş futbol takımı KAF adlı takımnen nevbeteki oyununu geçirdi. Oyun Kırım Futbol Birliği'nin kış kubıgı çerçevesinde ötkerildi. Kim galip çıkanını muhbirimiz Mavile Eyüp bile.
Қырым футбол бірлігінің кубогы чемпионатлар арасындағы вақытта өткерілі. Қайдетмелікі Қызылташ тақымы бірінші лигада ойнай. Тамам бұл тақым екене оларақ премьер-лига теркебіне кірген тақымларынан бұл кубок оғырында оз күшіні сынай. Бүгінгі матчны екі тақымда именли келе башлады. Бірінші голны Қызылташ тақымы ұрды. Ләкин тамам бірінші тайымда Кафа тақымы 2 гол ұрып, зафер қазанды. Поражение, это, как, не знаю, победа для нас. Біз бірінші голны ұрдық, ләкин бұл есапны салмақ оламадық. Бөле тақымға ютқызмақ біздің тақымымыз үшін кечкене олса да ғалебедір. Біз иллері де тырышып мұхлислеріні қуандырачақмыз. Екінші таймда бір кемсе гол ұрып оламады. Қызылташ тақымның вице-президенті қайдеткеніне көре, яш тақым үшін премьер-лига тақымларынан ойнамақ, бұйық еметлігіні ташып, мутихаслықны yüksетмеге имкан бере. Бегендік, яқшы чапқалап, өзіні көрсетелер. Ойын яны ойыншылар чықалар бізде. Біз пекстег, біздің байрағымызнен, біздің ойыншыларымызнен, біздің Қызылташ ойыншыларынан чықмаға Қырымдан да ғайыр башқа ерлерде де ойнамай. Көрсетмеге біздің Қырым футболыны, Қырым татар футболыны. Қырым татар тақымына қол тұтмақ үшін вақыт футбол мұхлислері топлана. Олардың арасында Кезлев шейір шурасының мейбусы Эльдар Ибрагимов да болынды. О Қырым татар тақымына қол тұтмақ керектігені қайдетті. Қызылташ, это единственная крымская. Қызылташ бұл екене Қырым татар футбол тақымыдыр. Бұл тақым бір ойында Қырым татар байрағыны көтере. Менімчесіне біз бұл тақымға қол тұтып фан-клубларны тешкіл етмек керекміз. Қызылташ тақымның невбеттекі матчы Кезлевте февралін 16-сында өткерілмесі бекленілі. Бұл селе тақым премьер-лига тақымларының сырасына бұлынмақ мақсадыны қоя. Бірінші лига арасында чемпионатының 2-ші басамағы март айында башланacak. Мавилей Юп Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Шымдылық бұл әпсі малюмат бізі мұхберлеріміз әнді яңы малюмат üzerinde çalışmaға девам етелер. Оның үшін келешек хаберлер информацион программасына саат 20:30-да қачырманыз. Ярынға қадар сақлықпен қалыңыз.